тақырыбы Қазақстандағы ұжымдастыру. Қазақстандағы ұжымдастыруды өздерің білесіңдер. Кіші қазан зерттеу сұрағы неліктен ұжымдастыру саясаты ұлы нәубетке әкеліп соқтырды. Енді балалар, біз сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал менің досым әдісі арқылы көңіл күйді қалыптастырып алайық. Кәнекей барлығымыз ортаға шығайық. Шеңберге тұра қалайық. Жылдан тезірек балалар. Шеңберге тұра қалайық бәріміз бірдей. Иә. Енді менің досым әдісінде былай істейміз. Мен қазір айтамын, менің досым көзілдірік таққан бала. Ауызып тұра қаламыз. Менің досым галстук таққан. Кім қалды? Айыру. Менің досымның жилеткасы бар. Айыру. Менің досымның шашында бантик бар. Ару. Менің досымның шашы өреді. Менің досымның бомбері бар. Тамаша. Көңіл күйіміз қалай? Қалыптасты ма? Ендеше сабағымызды бастайық. Орнымызға отырайық балалар. Орнымызға отырайық. Сабағымызды бастамас бұрын біз кітап кілті әдісі арқылы топқа бөлініп алайық. Бірінші топ бізде ақиқат тобы, екінші топ әділдік тобы. Келіп кілтті ашайық. Қайнекей келіп қоямыз тез. Жақсы. Жақсы. Тобымызға отыра берейік. Естесіздер алып. Жақсы. Кітап мүсініміз, болды. Келесі. Кісіміз. Кітап мүсініміз. Ендеше келесі біз үй тапсырмасы learning apps платформасы сәйкес тапсырмасын орындаймыз. Біз үй тапсырмасын орындамас бұрын бірінші екі топқа бөлінгендіктен мен осы топтың жетекшілері, немесе спикерлері дейміз. Яғни бағалау парақтарын беріп қояйын, әр тапсырманы өзіміздің тобымызды бағалап отырамыз. Сіздерден кім болады? Келім, сіздерде айыру топ жетекшілері болып сайланыңыздар. Иә? Енді learning apps және үй тапсырмасын орындаймыз. Келіңіз. Келіңіз, қайсысын шығамыз? Тезірек. Келе ғой. Жақсы, тамаша. Оқыңдаршы. Не? Жақсы. Құрудың ең ауыр салдары. 1931-1932 жылдары ашылды. Ашашы. Тамаша. Дұрыс дейді. Бізде қандай заң ерекше қатал болды? 5 мазақ. 5 масақ дейді. Что оқу? Туралы заң. Ұжымдастыруға қарсы шыққан әлеуметтік топ. Байлар мен отбасы шаруалар. Тамаша. Ұжымдастыру нәтижесінде қандай шаруашылық түрі жойылды? Жеке шаруашылық. Тамаша. Дұрыс екен. Күштеу және жаппай жүргізу. Жақсы. Келе. Қуат беріп күндерді аталды. Ауқатты жалдамалы еңбекті пайдаланған шаруалар. Дауысын шығарамыз кішкене. Мұндағы ұжымдастырудың басты ерекшелігі көшпелі халықты күшке оқшауландыру. Жақсы. Мемлекет бақылауына алу. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Сен дұрыс жауапты таптың дейді. Молодцы. Тамаша. Ендеше балалар, біз жаңағы үй тапсырмасын орындадық. Топ жетекшілері осыған байланысты тобымызды бағалап кетсек. Бағалап жүрсек, үй тапсырмасы бойынша
Kerim, haqiqat тобының жетекшісі бағалай қояйық. Үй тапсырма Айаруға 2 балл, Гүлшиханға 3, өзіме 3 балл қоямын. Тамаша. Бойынша тобыма Санжарға 2 балл, Аруға 2 балл, Сезімге 3 балл, Ақниетке 3 балл, өзіме 3 балл. Тамаша. Ендеше балалар, келесі кезекті біз жаңа сабағымыздың тақырыбы мен оның мақсатын жи көмекшімізге берсек. Кезекті. Қайырлы күн балалар. Жаңа сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы ұжымдастыру. Бұл сабақта біз 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы әкімшіл жүйе саясатының негізгі бағыттарын анықтаймыз. Ұжымдастыру мен ашаршылықтың Қазақстан халқының әлеуметтік, демографиялық және экономикалық жағдайына тигізген зардаптарын талдаймыз. Сабақтың мақсаты тарихи әділетсіздікті түсіну, билік шешімдерінің халық тағдырына әсерін сезіну және адам өмірінің құндылығын бағалау. Жақсы, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мен мақсатын таныстық, иә балалар? Ендеше, келесі біз осы жаңағы тақырыбымызды таныстық. Бер жаққа тақтаға аударсақ, яғни біз қазір видео түсірілім арқылы ұжымдастыру саясатының көретін боламыз. Үкімет жұмысшылар мен шаруалардың үкіметі болғандықтан, мұнда байлық, жекеменшік деген болмау керек. Барлығы да ортақ, мемлекеттің меншігі болуы тиіс. 1933 жылдары аштықта Қазақстанда қаза болғандар санын ешкім дәл анықтай алмайды. Бірақ біз қанша адам өлгенде емес, адамның адамгершілігінің өлгенінде деп жазды. Қазақстан әлеуметтік эксперимент жүргізудің ошағына айналды. Видео түсірілімнен жаңағы түсінгендерім бойынша келесі біздің тапсырмамыз, яғни бірінші тапсырма топтық жұмысты жасайық. Бірінші топ ақиқат тобына әміршілік әкімшілік жүрген негізгі шаралар тақырыбында постер құрау. Екінші топқа әділдік тобы саясаттың салдары тақырыбында постер құрауды береміз. Яғни нақты тәртіп деректерді көрсетеміз және ойды дерекпен дәлелдейміз. Сіздерге суреттер берілген, осы суреттерді пайдалана отырып, сіздер бұл жобаларға қабылдап. Мына жерге сіздерге мен мына жерге суреттер беремін. Осы суреттерді пайдалана отырып, сіздер саясаттың салдарын қазір өздеріңіз постер арқылы қорғап шығасыздар. Уақыттарыңыз кетті. Сіздер топтық жұмыс. Суреттерді пайдалана отырып. Нақты деректерді көрсетесіздер балалар, ойды дерекпен дәлелдейміз, иә? Жаңа ғана біз видео нұсқаулықта, өздерінің жаңағы тыңдаған кезде көрділер, қанша мал басының қырылғанын, қанша жерге қоныс аударғандарын, қанша халықтың қырылғанын, мен осы жайында өз естігенде тыңдағанымыздағыны жаңағы постермен суреттерді пайдалана отырып ойларымды жазуларға болады. Болды па балалар? Жақсы. Жақсы. Онда кезекті ақиқат тобына келейік. Біздің тақырыбымыз әкімшілік жүйенің негізгі шаралары. Тәртіптеу байлардың мал-мүліктерін күштеп тартып алды. Егістік және жабындық жерлерді тәркілеп, Қазақ АКСР-ның 1926 жылы 20 мамырдағы қаулысына сүйемелденді. Бұл қайта бөлу 1926-1927 жылдары жүзеге асырылды. Және де
ұжымдастыру. Жеке шаруашылықтарды колхоздарға біріктірді, халықты бір жерде ұстады. Көшпелі аудандарда 400 бастан көп, жартылай көшпелі аудандарда 300 бастан көп, ал отырықшыларда 100-150 ірі қара мал тәркіленуге тиіс болды. Күштеп отырықтандыру. Көшпенді халық бір жерде тұрғылықты етіп орналастыру саясаты. Мыңдаған жылдар көшпенді және жартылай көшпенді мал шаруашылығымен айналысқан қазақтар бір күннің ішінде отырықшыландыру шаруашылығына айналуға тиіс болды. Және 1360 дисциплинар шабындық және де десятина 1250 десятина егістік байлар мен ауқатты беделді адамдардан тартып алынып, кедей шаруаларға бөлінді. Және де өзімізді қорытындылай келсек, әміршіл әкімшіл жүйе негізгі шараларына біз тәрбие мен ұйымдастырудың кесірінен халықтың қиналғанын, олардан мал мүліктерін тартып алып, оларды ашаршылыққа ұмтылдырғанын, ұшыратқандарын білеміз. Бұл жаңағы осы кездегі әкімшілдік, әміршіліктің негізгі атымен жаңағы ұлы мәлімет жаңағы ашаршылыққа ұшыраған кезең деп айтады екенбіз, саясатта отыр. Біздің тақырыбымыз саясаттың салдары. Бізде бірінші демографиялық зардап. Ол 1930-1933 жылдары алда аралығында 1,5 немесе 2 миллион адам қаза тапты, халық саны күрт азайды. Мәдениет зардабы. Дәстүрлі өмір салты жойылды және көшпелі мәдениеті мен қазақ тілі қысымға түсті. Және де ауылдың ең ауқатты бөлігі рубесиларды талқандаған соң, келесі кезекте большевиктер көбінесе кедей шаруаларды қинап отырықшыландыруға бастады. Және де тағы бір зардап түрі ол Голошекин саясаты, ол халыққа үлкен зардап алып келді. Және 1930 жылдарында ұжымдастыру аудандарында кулактарды жою туралы қаулы қабылданды. Және репрессиялық саясаттың нәтижесінде Қазақстанда 1933 жылдың басында тек 60 астық қана және ауданның өзінде 3123 кулак бай шаруашылықтары жойылды. Әлеуметтік зардап миллиондаған адам босқын болды, отбасылар ыдырады. Және де 1929 және 1930 жылдары қыста жұт болды. Және де 1933-1933 жылдар аралығында 2 миллион ашаршылықтың кесірінен 2 миллион адам қаза тапты. Экономикалық зардап мал шаруашылығы қирады. 1928-1933 жылдары мал басы 40 миллионнан 4 миллионға дейін азайды. Және жайылымдар пайдалануға тыйым салынды. Яғни 90% малдың басы жойылып кеткеніне отырып отыр. Тамаша. Бірінші тапсырма бойынша бағалап жіберейік тобымызды. Бірінші тапсырма бойынша арыға 3 ұпай, сезімге 3 ұпай, ақниетке 3 ұпай және өзіме 3 ұпай. Тамаша. Бірінші тапсырма бойынша ерсінге 3 ұпай, аяруға 3 ұпай, Гүлжиханға 3 ұпай, Керім өзіме 3 ұпай қоямын. Топтық жұмысты жақсы орында. Жақсы, тамаша. Бұл екінші тапсырма кестемен жұптық жұмыс, яғни біз оны кітаптарымызды ашайық. Қазір сіздерге жұптық жұмыс тапсырмаларымен сол бойынша нақты дәлелден қалдарын келтіре отырып мәтіннен кітаптағы пайдалана отырып мәтіннен біз екінші жұптық тапсырмамызды орындайық. Неше тапсырманы орындауға кірісейік. Мәтінден нақты дәлелден тағамыз және салдарларымен сәйкестендіріп жүргіземіз. Күштеу саясаты екінші жұпқа малдың кәсіпленуі, үшінші жұп дұрыс сөйлеу салтының бұзылуы, төртінші жұп пайдаланып отырып нақты дәлелден жұптық жұмысты. Жақсы болса, онда келесі жұп бізде бірінші жұп
күштеу саясаты. Қане шаруа? Бізде күштеу саясатының нақты дәлелі ол малдар күштеп тартып алынды және ашаршылық салдарынан 1,5 және 2 миллион адам қаза тапты. Қазақ тілі және дін дәстүр қысымға түсті. Осыған орай мыңдаған жылдар бойы көшпелі және жартылай мал шаруашылығымен айналысқан қазақтар бір күн ішінде отырықшы шаруаға айналуға тиіс болды. Күштеу саясаты мыңдаған жасөспірім адам түрмеге қамалды, ауыр еңбекке тартылды. Салдары қорқыныш пен сенімсіздік қоғамға орнықты. Салдары халық саны күрт азайды, демократиялық апат болды. Және ұлттық құндылықтар әлсіреді, демократиялық дағдарыс қалыптасты. Жақсы, тамаша. Отыра қойыңдар. Келесі жүк бізде. Келесі жүк. Біздің тақырыбымыз малдың тәркіленуі. 1928-1932 жылдары кеңес өкіметі қазақтың бай кулактарын халық жауы деп жариялап мал мүліктерін тартып алды. Негізгі мақсаттары көшпелі қазақтарды отырықшыландыру және де колхоздарға біріктіру болды. Салдары 1930-1933 жылдар аралығында ашаршылық басталып, миллиондаған адамдар қаза тауып, адамдар көшіп кетуге мәжбүр болды. Мал санының төмендеуі 1928 жылы Қазақстанда 6.509.000 ірі қара мал болса, 1932 жылы тек 965 мың мал қалды. 1928 жылы декретпен байланыстырған 145 мың мал алынған колхоздарға берілді. Және де қорытындылай келсек, Қазақстанда 1928-1932 жылдар аралығында ашаршылық пайда болды. Және де осы ашаршылықтың кесірінен халықтар өздерінің малдарынан айырылып, және де малдар тек оларға жем-шөп жетпегеннен кейін, қырыла бастағаннан кейін оларды сойып, етін жемекші болған кезде олардың еті жарамсыз болғандықтан олар ашаршылыққа алып келіп соқтырды. Өз ойымызды айта келсек, бұл жерде адамдар байлардың малдарын тартып алып, кедей адамдарға берілді. Жақсы. Келесі жүк бізде. Біздің тақырыбымыз көшпелі өмір салтының бұзылуы. Көшпелі өмір салтының бұзылу себептері Патша үкіметінің отарлау саясаты, жердің тарылуы және жайылымдардың тартып алуы, көшіп қонуға шектеу қоюы. Отырықшылдықтардың саясаты, Ал енді салдарына келетін болсақ, мал санының азаюы, ашаршылықтың орын алуы, дәстүрлі шаруашылықтың күйреуі, халықтың бір бөлігінің қоныс аударуы. Енді қысқаша айтып кететін болсақ, көшпелі өмір салтының бұзылуы қазақ қоғамындағы әлеуметтік-экономикалық құрылымының түбегейлі өзгертті. Жақсы. Келесі жүк келеміз. Біздің тақырыбымыз қоныс аудару. ОКПУ-дың деректері бойынша қазақтар Батыс Сібір, Орта Поволжье, Тәжікстан, солтүстік өлкесіне қоныс аударған. Бірнеше жүз мыңдаған қазақтар олар Қытайға, Моңғолия, Иран мен Ауғанстанға көшіп қонып жүрген. Нәтижесінде 1931-1933 жылдары ашаршылықтың кесірінен 2 миллионнан астам адам, яғни қазақ халқының жартысына жуығы мыңдаған басқа ұлт өкілдері қаза тапты. Көп адам қырылды немесе басқа жаққа көшіп кетуіне мәжбүр болды. Картамен көрсетсек, Иранға, Түркменстанға, Өзбекстанға, Қытайға, Ресей елдеріне көшіп кетіп жүрді. Мәжбүр болды, е? Жақын елдерге көшіп кетуге мәжбүр болды. Жақсы, отыра қойыңдар. Тапсырмаңыз бойынша кестемен жүктік жұмысымызға баға беріп кетсек. Бағалар. Осы жұптық жұмыс бойынша Ерсінге 3, Аяруға 3, Гүлшиханға 3, өзіме 3 балл қоямын. Барлық жұптар күшті қатысты.
мен екінші тапсырма бойынша өз тобыма Санжарға 3, Аруға 3, Сезімге 3, Ахметке 3, өзіме 3 қой. Балалар және жұптық жұмысымызды орындадық. Енді бізде үшінші тапсырма неміс кандидаты арқылы Побед картасында жеке жұмыс жүргізген ұланушы әкімшілік жүйенің заңдастарын жазамыз. Бұл жерде смартфондарымызды пайдаланайық. Қазір QR кодымызды ашайық. Аша отырып. Сканерлеп алайық. Балалар, біздің үшінші тапсырма заңгершіл әкімшілік жүйенің зардаптары. Біз жаңа QR код арқылы өзіміз жауаптарымызды жаздық. Әрқайсымыз тез оқып шықсақ. Бір келім. Ол әміршіл әкімшілік жүйенің зардаптары ол санның күрт өзгеруі. Келесі, қайсымыз жауабымыз? Дәстүрлі өмір салты бұзылды. Жақсы. Келесі. Миллионнан астам адам қаза тапты. Жаппай көші-қон басталды. Жақсы. Қоғамдық саясаттың ыдырауы. 1 миллион адам босқын болды. Ауыл шаруашылығында тоқтады. Яғни бұл бізде әкімшілік жүйенің зардаптары. Жақсы, тамаша балалар. Ендеше енді топ жетекшілері бағалап келсек, тобымызды қорытынды бағамыз айтып. Қорытынды баға Ерсінге 9 балл, Аяруға 9, Гүлшиханға 10, өзіме 10 балл қоямын. Тамаша, жақсы. Санжарға 10 балл, Аруға 10 балл, Сезімге 10 балл, Ахметке 10 балл, Аяруға 10 балл. Бәрі жақсы. Бүгінгі сабағымызды аяқтадық. Енді үй тапсырмасын алайық. Бірінші нұсқа бойынша мені есте жазамыз. 5-7 сөйлемнен тұратын. Мұнда әміршілік әкімшілік жүйе саясаты неліктен Қазақстан халқы үшін апатты болды. Яғни сөздерді тәркілеу, ұжымдастыру, ашушылық қосандықпен бұларды босқындық деген сөздерді қолдана отырып, осы тірістер сөздер 5-7 сөйлемнен тұратын. Есте жазып береміз. Екінші нұсқада тарихқа хат, яғни өзінің 1918 жылы қазақ шаруасы ретінде елестетіп бірінші беттен аспайтын, бірінші бет аспайтын билікке хат жазамыз. Өздерің білесіңдер, Сталинге, жаңағы Тұрар Рысқұловтың жазған хатын, одан кейін Голошовтың Бейсеудің хатын жазған болатын. Сол кездегі қазақ зиялыларының қазақ үшін күресе біліп, олардың қазақ халқының зардабын өздері арқылы жеткізуді, және қазақ халқының басына түсіп жатқан нәубетті Голошовкиннің саясатын жеткізу үшін Голошовкинге және сонымен бірге Сталинге дұрыс саясат жүргізілмей жатқаны туралы хат жазған болатын. Енді осыны сендер үйде өздерің ойларымен хат жазып келесіздер. Тарихи. Бұл сендерге үйге берілген тапсырма. Енді келесі біз кері байланыс, яғни бүгінгі сабағымызға кері байланыс береміз. Кері байланыс берсек, сіздер кері қалайық? Кері ғой. Жақсы, кері. Бұл сабақтан білгеніміз 1920-30 жылдардағы әміршіл әкімшіл жүйенің не екенін және оның негізгі бағыттарын білдік. Бағаладық. Бұл тарихи оқиғаларды адал адамзат құндылығы тұрғыдан бағалады. Қорытындылай келе бұл тарихи оқиға алып және оны қазіргі заманмен байланыстырды. Жақсы, тамаша. Келі. Бұл жерге біз ашаршылықпен адамдардың қырылғандарын, малдарын тартып алған білдік. Бағаладық. Голошовкиннің саясаты дұрыс емес екендігін және талдадық. Бұнда ашаршылық малдар не себептен қырылғанын талдадық. Жақсы. Келесі. Кері ғой, тез-тез Аяру. Содан. Не пікір бағас бері ғой? Мен бұл сабақта 1920-1930 жылдардағы әміршіл әкімшіл жүйенің саясаты және оның бағыттарын білдім, бағаладым. Мен бұл тарихи сабақты өзім адал азамат тұрғысынан бағаладым, талдадым. Мен бұл әміршіл әкімшіл жүйенің экологиялық, әлеуметтік және демографиялық жағынан зерттедік.
қорытындыладық. Мен қорытындылай келе бұл тарихи сабақты ала білдім және бұны өз ойыма келтірдім. Тамаша. Тамаша. Өте тамаша. Мен бұл сабақта ұжымдастырудың күшпен жүргізілгені және қазақ еліне алып келген зардаптарын білдім. Келіп. Мен бұл сабақта ұжымдастырудың саясаты және болатын зардаптарын білдім. Жақсы. Келесі. Мамышаш? Иә, келі ғой. Мен бұл сабақта әміршіл әкімшіл жүйенің саясатын білдім. Біз бұл сабақта саясаттың өте дұрыс болмауын және де Голошокиннің саясаттарын түсіндік. Ал қорытындылай келе біз отырықшыландырудың не екені және де адамдардың саны неше пайызға дейін азайғанын талдадық. Яғни шығынын, иә, сол кездегі қазақ өлкесіндегі шығынды қорытындылап білдік екен, иә, талдадық. Біз бұл сабақта білгеніміз ұжымдастыру кезіндегі әділетсіздікті білдік. Жақсы. Неменемен бағаладық? Жарайды, жақсы отыра ғой. Келесі. Санжар, сіздің? Қалай бағалайсың, иә? Осы әділетті ма, мысалы үшін сол? Біз бұл сабақта халық санының күрт азайғанын, демократиялық аппарат болғанын білдік. Тамаша. Біз бұл сабақта 2 миллион ашаршылық кезінде 2 миллион адамның қаза тапқанын білдік, бағаладық, адал азаматтық тұрғыдан бағаладық, қорытындылай келе ұлт азаматтылығын білдік. Ұлттың азаматтылығын білдік. Жақсы. Жақсы балалар, яғни біз бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, яғни ұжымдастыру саясатының, сол кездегі саясаттың осал тұстарын жаңағы өзіміз сабақта ұғына отырып, өзімізге қажеттісін алдық деп ойлаймыз, иә? Алдағы уақытта біз тәуелсіздікке жеткеннен кейінгі біздің қазақ халқының сол өлке кезіндегі Голошокиннің кезінде қаншама нәубетті бастан кешірген, оның ұлы нәубет деп аталуының себебін бүгінгі сабақта біліп меңгердік деген ойдамыз. Жақсы, бүгінгі сабаққа дайындалып келгендеріңе қатысқандарыңа көп рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.